Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгінгі видеода біз қандай белгілер бауырға шылақ толғандығын білдіретінін және оны қалай тазартуға болатыны жөнінде айтатын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, қызықты ақпаратты жіберіп алмауларыңызды сұраймыз. Бауыр адам ағзасындағы ең маңызды мүше. Оның қызметін басқа ағза атқара алмайды. Егер бауырдың саулығы нашарласа, бүкіл ағзаңызды әлсіретеді. Алдымен теріңіз нашарлайды, бетіңізге дақ басады, ауыздан жағымсыз иіс шығады, одан қалса бойыңызды енжарлық билейді. Есіңізде болсын, бауыр бірден ауырмайды, алдымен шлак толады. Уақытында тазаламасаңыз, соңы түрлі дертке алып келеді. Сондықтан да айықпас дерттің алдын алу үшін бауырды шлактан тазартыңыз. Ал бауырға шлак жиналғанын мына белгілер арқылы білуге болады. Тіліңіз ісініп, қызыл күрең түске боялады. Алақаныңыз қызарады. Көздің ағы сарғаяды. Саусақтардың еркін бүгіліп жазылуы қиындайды. Қабағыңыз ісінеді. Ер кісілерде шаш түсе бастайды. Құрметті достар, осы айдың аяғына дейін каналымызды 50 мың жазылушыға дейін жеткізуді жоспарлап отырмыз. Сондықтан лайк басуды, каналға жазылуды, қоңыраушаны басуды және видеоны достарыңызға, туыстарыңызға жіберуді ұмытпағайсыз. Сіздердің кішкене ғана әрекетіңіз біздерді жаңа пайдалы видеоларды шығаруға шабыттандырады. Жалпы, бауыр қанды фильтрден өткізетін сүзгі. Ол ағзаға қажетсіз шлакты қан арқылы тазалайды, әрі көмірсу мен майдың да түзілуіне ықпал етеді. Оған қоса ағзаны А, Д, Е, К дәрумендерімен қамтиды. Бұл дәрумендер адамның физикалық қозғалысын жақсартып, қуаттандырады. Негізінде бауыр өзін-өзі тазарта алады. Тек қана оған мүмкіндік беру керек. Егер тынымсыз тамақ жесеңіз, дәріні көп ішсеңіз, қозғалысыңыз аз болса, онда бауыр өз жұмысын ойдағыдай атқара алмайды. Бастысы бауырдың жұмысының жандануына жағдай жасауымыз керек. Бауырдың қызметін жақсарту үшін ұйқы, тамақ, қозғалыс маңызды рөл ойнайды. Егер мына 9 белгіні байқасаңыз, жедел түрде бауырды тазалау ісіне кірісіңіз. Бірінші, несеп пен нәжістің түсі өзгерсе. Несеп пен нәжістің иісі өзгерсе, онда сіздің ағзаңызда қандай да бір өзгерістер болып жатқанын білдіреді. Бұл өзгеріс несеп жолдарының, асқазан мен ішектің дұрыс істемей жатқанын айғақтайды. Ең бастысы, бауырдың зардап шегіп жатқанын білдіреді. Егер дәреттің түсі тым ашық немесе тым қою болса, онда бауырда улы заттар бар деген сөз. Екінші, асқазан түйіліп ауырса. Асқазанның суықтап немесе түйіліп ауырсынуы бауырға шлак толғанын білдіреді. Көп жағдайда бауырға уытты заттар жиналса, асқазан ісініп, түйіліп ауыратын болады. Үшінші, тері тітіркенсе. Бауырға шлак толғаннан тері тітіркенгіш болады. Бірден денеңіз қышып, бөртіп бастайды. Салдарынан тері қабынып, құрғай бастайды. Мұның шешімін табу үшін ылғалдандыратын крем, мазь жағамыз. Алайда терінің сыртын уақытша әдемілегенімен, іштей емдемейінше тері саулығын жақсарта алмайсыз. Төртінші, қыжыл. Қыжыл асқазан мен бауырдың саулығының нашарлағанынан пайда болады. Тамаққа тойып алған соң, кейбіреулерде қышқыл немесе тәтті тағам жеген кезде асқазаны қыжылдап мазалайды. Бұл бауырға шлак жиналғанын білдіреді. Бесінші, іш өту. Іштің өтуіне бір емес бірнеше жағдайлар себеп болады. Соның бірі шлак. Ол, егер бауырға жиналса, онда ішіңізді өткізіп, несеп жолдарына кері әсерін тигізеді. Егер сіздің еш себепсіз ішіңіз өтсе, онда дереу бауырды тазалауды бастаңыз. Алтыншы, үнемі шаршап жүрсеңіз. Бауыр шлакқа толған кезде қанды тазалау күші әлсірейді де, ағзаны оттегімен еркін қамтамасыз ете алмайды. Салдарынан адамның ойлау қабілеті мен физикалық белсенділігі төмендейді. Одан бөлек бойын бойкездік басып шаршап жүреді. Жетінші, тәбет төмендейді. Адамның кейде тамаққа тәбеті болмайды, есесіне тәттіден бас тартпайды. Ал егер сізде тамаққа да, тәттіге де
Дәмді тағамдарға да тәбет жоғалса, онда оған белгілі бір себеп бар. Оның біреуі бауырға шлак жиналған болуы мүмкін. Егер бауырға шлак жиналса, онда тамақты қажет етпейді. 8. Сұйықтықтың аздығы. Бұл көп жағдайда бүйрегі ауыратындарда кездеседі. Сұйықтықтың аздығынан өкше, аяқ, көзі сынып, бүйректің сыр бергенін білдіреді. Мұндай жағдай бауырға шлак толғанда да көрініс береді екен. Ағзадағы сұйықтықтың аздығын арнайы сараптама жасатып білудің керегі жоқ. Бар болғаны саусағыңызбен кез келген теріңізді бірнеше секунд басып тұрыңыз. Егерде із қалса, онда ағзаның сұйық тапшылығына ұшырағанын білдіреді. Терінің сарғаюы. Тері түсінің өзгеруі ағзадағы кері өзгерістердің әсерінен болады. Көп жағдайда бауыр ауруға шалдыққан тері өзгеріп бастайды. Оған билирубиннің көбеюі себеп болады. Сондықтан да бауырдың саулығын жақсарту арқылы бүкіл жанымыз бен тәніміздің саулығын жақсартады екенбіз. Бауырға зиянды заттар. Физикалық қозғалыстың аздығы. Алкогольді көп ішу. Арықтау үшін химиялық қоспаларды ішу. Майлы тағамға құмарлық. Ауруды басатын дәрілер бауырға өте зиян. Бауырға пайдалы тағамдар. Бауырдың саулығын жақсартып, уыттан тазартқыңыз келсе, ең алдымен тамақтану мәзіріңізді өзгертіңіз. 2 аптаға немесе 1 айға арнайы ас мәзірін, тамақтану уақытын белгілеңіз. Тұтынатын тағамның ішіне кәді, қызылша, асқабақ, гүлді қырыққабат, сәбіз, алмұрт, шабдалы, банан, өрік, алма, бал, куркума, сүзбе және де жармадан дайындалған ботқа міндетті түрде болуы керек. Оған қоса, салмағыңызға қарай тиісті мөлшерде сұйықтық ішіңіз. Айталық, 1 килограммға 30 мл сұйықтық ішу маңызды. Ендігі кезекте бауырды тазалайтын рецепттерге кезек берейік. Мейіз бауырды тазалайтын ең керемет тағамдардың бірі. Ол үшін 1 уыс мейізді салқын суға жуып, ыдысқа салыңыз. Үстіне қайнаған су құясыз. Таңертең тұнбасын ішіп, таңғы асқа желдетілген мейізді жеңіз. Сосын 1 сағаттай ыстық жылытқышқа бауырыңызды қойып жатыңыз. Емді үзбей 1 ай жүргізсеңіз, күтпеген нәтижеге қол жеткізесіз. 2. рецепт: 100 грамм құрғақ мейізді ем ретінде қолданасыз. Әр тамақтан соң шамамен 2 сағаттан кейін мейіз жеуді әдетке айналдырыңыз. Осылайша 10 күн үзбей жесеңіз, бауырыңыз тазарады, теріңіз жасарып, әрі бойыңызды сергектік билейді. 2,5-3 литр салқын суға тазалап жуылған 2-3 дана қабығы ашылмаған қызылшаны салып қайнатасыз. Шамамен 2 сағаттай қайнаған соң көкөністі сүзіп алыңыз. Бұл кезде кастрөлдегі судың көлемі 1 литрдей ғана қалу керек. Қызылша салқындаған кезде қабығынан тазартып, майда күштен өткізесіз. Сөйтіп үгілген қызылшаны жаңағы ыдыстағы суға салып, тағы да 20 минут қайнатасыз. Белгіленген уақыттан соң қайнатпаны қабатталған дәкемен немесе сүзгімен сүзіп аласыз. Дайын болған емдік тұнбаны әр 4 сағат сайын 4 рет ішесіз. Әр ем кезінде жарты сағаттай ыстық жылытқышты бауырыңызға қойып жатыңыз. Бауырды таза балмен тазартамыз. Ескере кететін жайт, бұл ем түрі аллергиямен және диабетпен ауырмайтындарға арналған. Бауырды тазартуды бал қосылған су ішумен бастаймыз. Ол үшін 1 стақан жылы суға 1 шай қасық бал араластырып аш қарынға ішесіз. Бұл әдісті күнделікті әдетке айналдырсаңыз, барлық ағзаңыздың жұмысын жақсартатыныңызға сеніңіз. Қара зере майы. Қара зере майы бактерияға қарсы құрал. Бауырды тазалау үшін бірдей көлемде балмен араластырып ішке қабылдайсыз. Емдік майды аш қарынға 1 қасықтан ішу керек. Емделу ұзақтығы 3 күн. Ескерте кететін жайт: қара зере майын тері ауруларында, жүкті аналарға, қан қысымы тұрақсыз науқастарға қолдануға қатаң түрде тыйым салынады. Асқабақ майы ферментке өте бай тағамдардың бірі. Ол тамақтың тез қорытылуына ықпал етеді, әрі ішектің жұмысын жеңілдетеді. Ол үшін күнде таңертең аш қарынға 1 қасық асқабақ майын ішесіз. Емделу мерзімі 1 ай. Тағы 30 күн үзіліс жасап, емді қайта жүргізесіз.
Ескере кететін жайт, ем кезінде мейлінше асқабақтан дайындалған тағамдарды тұтыныңыз. Құрметті достар, видео ұнаған болса, лайк басуды, каналға жазылуды, қоңыраушаны басуды және де видеоны достарыңызға, туыстарыңызға жіберуді ұмытпағайсыз. Келесіде қандай видео көргіңіз келетіні жөнінде комментарийге жаза кетсеңіздер болады. Келесі видеоларда жүздескенше аман сау тұрыңыздар.